Сәлем достар. Бұл видеода біздер Бурабайға қалай барып келгеніміз, не көрдік, қанша кетті, сол туралы толық айтып беремін. Толық соңына дейін қарап шығыңыздар. Біздер азанда таңда сағат 7-де Астанадан шықтық, такси шақырып, индрайвермен такси шақырып, таксиге отырдық. Өзімізде машина жоқ. Бір салонда алдық, толық бір салон 20 000 теңге болды. Біздерде 3 қызбен 2 бәріміз 5 болып бардық, 3 қызымызбен. Бурабайда барғанда өзі баратын жерлер көп, өзі көретін жерлері, және бір жері ол біз сол жерге, бізден тура сол жерге барып тоқтадық, ол маралдарды көруге бардық. Сондай бір жері бар екен, өзі сол Бурабайдан шет жағында ылғи маралдар келіп, өзі тамақтанып, сол маралды көруге болады екен. Оны біздер сағат 7-де шыққасын бір 10-ға жуық, 9:30, 10-дарға жақын бардық. 10-дарға жақын барғасын уже сағат 9-да маралдар келіп, уже тамақтанып қайтып кетеді екен. Уже маралдар кетіп қалған екен. Сосын көре алмай қайтып келдік. Одан соң біз сол бағанағы жалдап келген таксиге қайтадан отырып, бағанағы Жұмбақтастың қасына, сол көлдің шетіне келіп отырып, апарған тамақтарымызды біз тамақты өзіміз апардық. Ол жақтан ештеңе сатып алған жоқпыз. Бәрін түнімен кешке қарай заказ етіп, бәрін дайындап, сол таңмен шыққанбыз. Сол тамақтарымызды жайып, көлдің шетінде отырып, тамақтарымызды жеп алдық. Бурабайдағы және бір көретін орын, ол Абылай ханның кесенесі дейді ғой. Сол жақта, ол жақтың да өте керемет екен. Табиғаты өте керемет, таулар, биік тауларға міндік. Сосын киіз үйлер тігіп тастаған. Адамдар түрлі қазақи киімдер сатады екен. Сол қазақи киімдерді сатып, сол жерде видео, фотоға түсіп жүр, садақ атады екен, садақ атып, сол керемет екен. Сосын аттар жүр, кішкентай пони деген сондай аттар жүр, түйелер жүр, түйеге мінем десең, атқа мінем десең де понилар бар екен, пониға мінем десең, суретке түсем десең, солардың бәрі сол Абылай хан деген сол орында бар екен. Және көлдің бойында сол пароходтар бар, общий үлкен неме мінем десеңіздер, пароход бар, қайық бар, қайықпен бағанағы неге Жұмбақтасқа дейін апарып әкелуі 10 000 теңге екен. Ал өзің айдап өзің барам десең, одан да арзандау болады екен, 5 000 ба сондай екен. Сол неге апарып тастайды, Жұмбақтас деген көлдің ортасына бағана тасқа апарып тастайды. Сосын өзі номерін беріп қояды, сол жерге мініп, тасқа мініп, фото, видеоға түсіп, қашан болдым мен алып кет десе, өзі бағанағы катамаранға мінсеңіз, катамаран я бағанағы қайық өзі келіп алып кетеді да, қайтадан көлдің шетіне әкеп тастайды. Енді бұл жақта Бурабайда тамақ жағынан қымбаттау тамақтары. Сол өзің бірге собой алып барған дұрыс. Тамағы да, шайы да қымбаттау. Бірақ мороженое, балдарға сулары ондай қымбат емес. Мороженое бізде осы Көкшетаудың мороженелері осы 450 теңгеден басталады екен. Сулары да, біздерде мороженое, су алып жүрдік. Тамақты өзіміз бірге апарып жедік сол жерде. Ол жерде онша ас қалмайсың. Таза ауа, таулар, сөйтіп жүресің. Енді Бурабайға барып қайту ең арзан бағамен, баруы 20 000 бір салон, қайтуы бір салонда сол 15 или 10 000-ға алуға болады. 10 000-ға тамақ кетсе, 45 или 50 000 теңгеге азаннан кешке дейін Бурабайды көріп қайтуға болады. Біздер уже после обедте, уже обедтен соң бүкіл жерлерін көріп, уже шаршап, после обед қайтып кеттік. Ата кешке дейін жүріп қайтуға болады.